Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге келіндеріңіз Әмина. Бүгін сіздермен бірге жуан нан немесе пәтір нан деп атайды. Соны жасайтын боламыз. Шайға ішуге өте ыңғайлы әрі қолжетімді заттармен жасалатын тағам. Ең алдымен ыстық суға, кәдімгідей ыстық суға тұзымызды және сұйық майымызды қосып жарты кеседей қамыр илеп аламыз. Мен ыдыстың өзімше күттай болып қалды. Қайтадан басқа ыдысқа ауыстырдым. Менің көп істейтін болғандықтан, үйде адам жетерлікте болғандықтан көптеп молдағып иледім. Илеп болған иіні қану үшін холодильникке жарты сағатқа салып қоясыздар. Одан кейін начинкасын дайындаймыз. Начинкасына жуамызды, қалауыңызша не қосыңыз керек. Укроп қостым мен. Укробымызды және қара бұрыш, қызыл бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жуаны негізі майдалап турасаңыздар жақсы. Өйткені қазір нанның арасына жайған кезде арасынан шығып кетпес үшін майдалап тураған жақсы. Уже біздің нанымыздың иіні қанды. Енді осыны майдалап бөліктерге, кішкентай бөліктерге бөліп аламыз да жұқалап жаятын боламыз. Оған дейін жұқалап жайып, жартысын холодильникке салып қоятын боламыз. Ортасына біз сармай жағамыз. Сармайымызды ерітіп дайындап аламыз. Пампушка жақсаңыздар болады, кәдімгідей 72% май жақсаңыздар да болады. Ондай май жақсаңыздар өзі өте жақсы шығады. Өстіп жұқалап жайып, арасына сармайымызды жақсылап жағып, ортасына ғана жуамызды салатын боламыз. Ортасына ғана саламыз. Жуаны қазір ораған кезде жан-жағына шығып кетпес үшін, осылай ортасына жайған кезде де жан-жағына шығып кетеді. Сол үшін ортасына жаямыз. Тәлкерге өсіп барлығын жайып салып, морозильникке салып қоясыздар. Алатын кезде шетінен біртіндеп алып жайып істесеңіздер болады. Өйткені қалғаны барлығын алып істейтін болсаңдар, ол кезде ол бірден еріп кетеді. Уже морозкіден шығардым. Осылай өте жұқа қылмайсыздар, өйткені қамыр жыртылып кетеді. Осылай жаймен де тапаға майымызды қыздырып алып, екі бетін жақсылап әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Тапаға май жағуды ұмытпаңыздар, өйткені қанша дейін ортасында май болса да жабысып қалуы мүмкін. Осылай барлығын біртіндеп пісіріп аласыздар. Біздің жуан нанымыз дайын болды. Өте сочный, мощный шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса маған пікір қалдырып, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Өзім дәмін татып, жеп көрдім. Естің шайына балдарыма пісіріп бердім. Астарыңыз дәмді болсын. Менің бірге болғандарыңызға рахмет. Әлі талай алда күшті, қызықты тағамдар шығаратын боламын.